Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Бүгін өте тез дайындалатын шоколадты десерттің жасалуын көрсететін боламын. Арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен 2 жұмыртқа мен құм шекерді қоюланғанша миксерлеп алатын боламыз. Одан кейін какаоға ыстық суды қосып, екеуін жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа мен құм шекерді миксерлеп болғаннан кейін, оған сұйық май мен жаңағы какао мен суды қосамыз. Ең соңында ұн мен қамыр қопсытқышты араластырып, массамызға салып, барлығын жақсылап бір миксерлеп аламыз. Дайын болған массамызды ыдысымызға салып, қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Ендігі кезекте пропитканы дайындап аламыз. Ол үшін сүтке 1 шай қасық какаоны қосып араластырамыз. Және де суып тұрған коржымызды осылай зубочисткамен тесіп шығамыз. Сол кезде пропитка жақсы сінетін болады. Одан кейін шоколад пен майды араластырып ганаш әзірлейтін боламыз. Одан кейін кремін дайындаймыз. Ол үшін кілегеймен қант ұнтағын араластырып, қоюланғанша миксерлейміз. Дайын болған кремімізді корждың үстіне толықтай жайып шығамыз. Одан кейін суып тұрған ганашымызды құямыз. Ганаш ретінде глазур алатын болсаңыздар, дәл осы сұйық кезінде кесіп алғандарыңыз дұрыс, әйтпесе қатып кесілмей қалады. 30 минутта осындай шоколадты десертіміз дайын болды. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын!